Жоғарғы сот кеңесі төрағасы Дмитрий Малахов бекіткен сот төрелігі академиясын дамыту тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде сот төрелігі академиясы өз тарихында алғаш рет ғылыми педагогикалық бағыт бойынша магистратураны ашты. Осы жылдың 2 маусымынан бастап 2 жыл оқу мерзіміне ғылыми педагогикалық магистратураға түсу үшін құжаттарды қабылдау бастады. Бұл бағдарлама заң ғылымның құқықтық саясатты және сот білімін дамытуға үлес қосуға қабілетті сот төрелігі саласында жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлауға бағытталады. Ғылыми педагогикалық магистратурада оқу талаптарға сәйкес келетін барлық мүдделі тұлғаларға арналған. Магистратураға оқу түсуші тұлғаларға мынандай талаптар қойылады. Құжаттарды қабылдау аяқталған сәтте 28 жасқа толуы, жоғарғы заң білімнің болуы, құжаттарды қабылдау аяқталған сәтте заң мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы. Ғылыми педагогикалық магистратураны ашу сот жүйесінің кадрлық әлеуетін нығайтуға, сондай-ақ ғылым білім беру ортасын және жалпы заң ғылымның дамытуға ықпал ететін маңызды қадам болып табылады. Қажетті құжаттар тізбесі, құжаттарды тапсыру мерзімдері, сондай-ақ өзге де ақпараттар сот төрелігі академиясының ресми интернет ресурсында орналастырылған.